Сәлем достар, бүгін сіздермен жаңартылған түрде ECP ключ ашатын боламыз. Ең алдымен Google немесе Chrome немесе Яндекске pki.gov деп жазамыз. Басты терезе ашылды. Енді төменге қарай кішкене жылжытып, мұндағы екінші тұрған получение ключи ECP удаленно, яғни қашықтықтан деген сөзі бар кілттің үстін басамыз. Сосын мұнда физическое лицо дегенді таңдаймыз. Енді мұнда подайте заявку дегенді таңдаймыз. Мұнда бізде келісім шарт көрсетіледі. Осы келісім шартпен толық таныссаңыздар болады. Сосын мұнда таныс болғаннан соң галочка қойып, енгізу батырмасын басамыз. Келесі кезекте бізде мұндағы суреттегі кодты енгіземіз. Сосын GSM номер енгіземіз. Сосын енгізу. Келесі кезекте бізде база мобильный гражданға тіркелген номер көрсету керек. Яғни сол номерді жазып, код жіберетін боламыз. Учет код. Келген кодты енгіземіз. Кодты енгізіп болғаннан соң сіздерде камера шығып қалуы мүмкін. Камераны біз осындай QR кодқа ауыстыру үшін мұнда терезенің оң жағындағы камераның үстін сразу басамыз да блокқа қоямыз. Сосын барып сіздерде осындай QR код шығады. Бұл QR кодты біз телефон арқылы, QR код приложениесі арқылы сканерлеп, соның ссылкасы арқылы видео проверкіден өтетін боламыз. Видео проверканы өтіп болғаннан соң осындай терезе ашылады. Разрешить батырмасын басамыз. Тағы да келісім шарт. Мұнда танысамыз толық. Сосын галочка қойып, енгізу батырмасын басамыз. Мұнда кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру. Яғни біз ECP ключімізді қайда сақтағымыз келеді. Мысалы, рабочий столға немесе басқа да папкаға сақтайтын болсақ, осы жерде сол папканы көрсетеміз. Келесі кезекте осындай терезе ашылады. Яғни бұл жерде жаңарту деген батырманы басамыз. Сосын төменге қарай тағы да жылжытып, сертификаттарды жүктеу дегенді басамыз. Осы жерде біз өзімізге пароль енгізетін боламыз. Яғни ECP ключтың паролін енгіземіз. Пароль міндетті түрде ағылшын тілінде болуы керек. Мінекей бізде ECP ключ ашылды. Сонымен назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер, және де міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.